Не істейсіңдер азаннан кешке шейін? Айдар, мұсылмандар мешітте не істеуші еді? Намаз оқиды да. Алла деп ап білгендеріңді істейсіңдер, Сен Айдар олай деме. Шықтым үйден. Келем қазір. Мен асығыспын, кеттім. Айдар, одан да мешітке асыққан дұрыс болар еді. Қойшы мешітті. Сен үйде екенсің. Мына сотқа деген пәле болды. Бір пайдасы жоқ. Алло. Келдіңдер ме? Мам, мен кеттім. Сен қайда бара жатырсың? Туф, мам, қас келем, не болды сізге? Құдайыма. Привет. Қалайсың? Жақсы. Мә, Айдос, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Красавчик болып кетсің ғой? Қойшы. Мен салған ақшаға бірдеңе болатын болса, басыңмен Ойымдама, жауап Айдар. бересің. Сенің ақшаң орнында. Бүгін ұлым дүниеге келіп отыр. Міне бүгін сол үшін отырмыз. Ұстаз, сәби дүниеге келді деп арақ ішсе не болады? Қазіргі уақытта баланы дүниеге келгеннен кейін оны арақпен жуу деген нәрсе сонау атеистік дәуірдің сарқыты. Солардан қалған дүние. Оған дейін біздің ата-бабамыздың ешқайсысы баласын арақпен жуған емес. Бұл арақпен жуу деген нәрсе, мысалы бала дүниеге келгеннен кейін достарын жинап алып, арақты ортаға қойып, оны Құдай тағала тыйған нәрсе. Оны ортаға қойып балаға бақыт тілейді. Адамның әрбір сөзіне періште әумин деп тұрады. Ал енді ол арақпен, яғни Құдайдың өзі тыйып тұрған нәрсеменен балаға бақыт тілеу, ол ақылға сыймайтын дүние. Жәке, білесің ғой, мен осы біздің жұмысқа қаншама ақша тіктім. Егер банкротқа ұшырайтын болсақ, қанша жылдық достығымыздан айырыламыз, білесің ғой. Сәбидің құрметі үшін алып қояйық. Бер кел деймін мен саған. Не тиісіп тұрсың менің көлігіме? Бұл сенен де қымбат тұрады, білесің ба? Балада нелерің бар? Сен білесің ба бұның не істеп жүргенін? Менің машинамда нең бар? Кешірім сұра баладан. Кімсің сен, а? Кімсің? Маған ақыл айтпа. Құтың ба?
халіңе қарасайшы. өлтірем. Арақ ішкен адам өзінің есін жоғалтады. Арақ ішкен адам достарынан айырылады. Арақ ішкен адам басқа адамды өзінен төмен санайды. Өйткені ол адам есін жоғалтады. Сол себептен Аллаху Субханаху ва Тағала бұл арақты харам етті. Аха, біз кеттік. Жақсы онда. Жеткенде хабарлас. Жақсы, сау бол. Ертең Байқап келесің. жүр. Рамазан. Осы сендер мешітте не істейсіңдер, азаннан кешке шейін? Айдар, мұсылмандар мешітте не істеуші еді? Намаз оқиды да. Алла деп ап білгендеріңді істейсіңдер, Сен, Айдар, олай деме. Шықтым үйден. Келем қазір. Мен асығыспын, кеттім. Айдар, одан да мешітке асыққан дұрыс болар еді. Қойшы, мешітті. Құранның бетіне емес, ұялы телефонның бетіне үңіліп, осылай зардап шегіп жатқан жастарымыз қазіргі уақытта аз емес. Осы оқиға жайында енді қорытындыны әркім өзі шығарсын. Өйткені намаз оқитын адам ешқашан жамандыққа бармайды. Намаз бұл жұмақтың кілті деген пайғамбар алейхиссалам. Сол себептен намаз оқитын адам ең әуелі ата-анасын сыйлайды, ағайын тумасын сыйлайды. Намаз оқу бұл сіздер мен біздерге, яғни мұсылман үмметіне міндеттелген парыз болған дүние. Сол себептен намазды еш уақытта ұмытпағанымыз абзал. Құрметті шәкірттер, дұрыс таңдау жасау әркімнің өз еркінде.